әріптестеріме, бүгін біз баламызбен бірге қазақтың ұлттық қолөнерін жасаймыз. Папасы қамшы өріп, мен жастыққа ою тігіп көрсетемін. Біз бүгін баламызбен бірге қазақтың көңілден келе жатқан ескі ат әбзелі бұйымы қамшы өріп көреміз. Балама қамшыны қалай өретінін көрсетемін. Бүгін мен балама қазақтың ұлттық қолөнері ою тігу туралы айтып бергім келеді. Ою қазақтың көнеден келе жатқан әдемі өрнегі. Оюды киімге, жастыққа, көрпеге, текеметке, сән үшін тігеді. Әртүрлі оюдың өзінің мағыналары болады. Бір ою бақытты білдіреді, байлықты білдіреді, өсіп өнуді білдіреді. Бүгін біз жастыққа ою тігіп, Алиханға кішкентай жастық дайындап береміз. Біз бүгінгі жұмысымызды аяқтадық. Бүгін мамасы Алиханға жастық тігіп берді, папасы қамшы дайындап берді. Міне, Алиханға бүгін қамшы жасадық. Бұл 4 таспалы, тайға мінетін қамшы. 6 таспалы, 8 таспалы қамшы болады. Мынау тайға мінетін тай қамшы, 4 таспалы.